Кеңес одағының 2 мәрте батыры Талғат Жақыпбекұлы Бегелдинов атындағы әуе қорғанысы күштерінің әскери институты Батыс Қазақстанның жүрегі Ақтөбе қаласында орналасқан. Институттың құрылу тарихы 1974 жылы Ақтөбе қаласында азаматтық авиацияның Ақтөбе жоғары ұшу училищесі ашылған кезден басталады. 1992 жылы институтқа аты аңызға айналған қазақстандық ұшқыш, Ұлы Отан соғысының батыры Талғат Бегелдиновтың есімі берілді. 1998 жылы Қазақстан Республикасының қарулы күштері үшін бір офицер легі оқуларын аяқтады. 2024 жылы институт 50 жылдық мерейтойын атап өтті. Қазіргі уақытта институт Қазақстан Республикасының қарулы күштері мен ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына қатысушы елдер үшін әскери ұшқыш, инженерлік, теңіз және медициналық мамандықтар бойынша жоғары әскери кәсіптік білім беру бағдарламасы бойынша офицерлік кадрларды даярлайтын жалғыз оқу орны болып табылады. Институт мыналарды қамтиды: курсанттарды теориялық даярлау жүзеге асырылатын және олардың тұруы мен тыныс тіршілігі ұйымдастырылатын орталық база, сондай-ақ оқу-жаттығу ұшулары жүргізілетін және институттың авиациялық техникасына техникалық қызмет көрсету орындалатын 2 әуе айлақ. Институт курсанттарының құрамын ұшуға даярлау Злын 242L, Л-39, Л-410 УВП Ай-20 ұшақтарында, Ми-8 ұшақтарында, сондай-ақ курсанттардың басқаруымен Skylark 1 LAX ұшқышсыз ұшу аппараттарында ұшулар орындалады. Институтта курсанттарды оқыту мерзімдері: ұшқыш және инженерлік мамандықтар бойынша білім алу 4 жыл, медициналық мамандықтар бойынша білім алу 5 жыл. Курсанттарды оқыту 7 мамандық және 15 біліктілік бойынша даярлауды жүзеге асыратын 17 кафедра ұйымдастырылған. Курсанттарды толыққанды оқыту үшін институтта заманауи оқу материалдық база және оқытудың техникалық құралдары бар. Оқу зертханалық база интерактивті тақталармен, қажетті оқу көрнекі жабдықтарымен, қолданыстағы макеттермен және оқыту бағдарламаларымен жабдықталған сыныптарды қамтиды. Профессорлық оқытушылық құрамы бастапқы ұшу және басқару дағдыларын қалыптастыру үшін әуе кемелерінің экипаж мүшелерінің практикалық дағдылары мен іс-әрекеттерін модельдеуге мүмкіндік беретін ұшақтардың, тікұшақтардың және ұшқышсыз ұшу аппараттарының процедуралық тренажерлері. Әуе айлақтағы ұшу жағдайларын модельдеуге мүмкіндік беретін ұшуды басқару тобының процедуралық тренажері. Ұшуды толық имитациялау үшін ұшу мамандықтарының курсанттары институтта бар МиГ-31 ұшағы экипажының кешенді тренажерінде таныстыру ұшуларын жүргізеді. Инструкцияны тереңдетіп зерделеп және техникалық қызмет көрсетуде практикалық дағдыларды пысықтау үшін Л-39 ұшағы қимада, авиациялық қозғалтқыштардың әртүрлі түрлері, оның ішінде қимада, оқу авиациялық бомбалары, зымырандық және зеңбірек қару-жарақтары, радиоэлектрондық және пилотаждық навигациялық радиотехнологиялық жабдықтардың конструкциясы бойынша мамандандырылған аудиториялар бар. Авиациялық техникаға регламенттік жұмыстары мен техникалық қызмет көрсетуді жүргізу тәртібін зерделеу үшін институт аумағында авиациялық техниканы әскери жөндеудің мамандандырылған алаңы орналастырылды. Дәнекерлеу жұмыстарын жүргізуге арналған құралдармен, аппаратурамен тікелей жұмыс дағдыларын курсанттар оқу өндірістік шеберханаларында практикалық сабақтарды алады. Курсанттардың атыс қаруынан ату дағдыларын үйрету бастапқы кезеңде электронды тирда, Макаров тапаншасынан, кейіннен тирде және әскери атыс алаңында Макаров тапаншасы мен Калашников автоматынан. Институтта оқу кезеңінде барлық курсанттар оқу нәтижелері бойынша әртүрлі санаттағы автомобиль көліктерін басқаруға құқық алады. Олар үшін институтта автомобильдерді даярлау сыныптары және практикалық жүргізу дағдыларын пысықтауға арналған автодром бар. Институттың жеке құрамы өзінің дене дайындығын жетілдірумен үнемі айналысады. Түрлі спорт түрлері бойынша жарыстарға қатысады. Жеке құрамның дене бітімін дамыту және қолдау үшін институтта спорттық база бар. Оған мыналар кіреді: мамандандырылған залдары бар спорт кешені, жүгіру жолы бар футбол алаңы және секіруге арналған секторлары, шағын футбол, баскетбол, волейбол алаңдары, көп аралықты гимнастикалық снарядтары бар гимнастикалық қалашық, кедергілер жолағы, хоккей алаңы. Институтта әртүрлі спорт түрлері бойынша спорт секциялары тұрақты негізде жұмыс істейді. Институтта 133.657 дана кітап қоры бар 4 кітапхана жұмыс істейді. Институт кітапханасының бірыңғай қоры оқу жоспарларына, бағдарламаларына және оқырмандардың ақпараттық сұраныстарына сәйкес қалыптастырылады.
Институт кітапханасы кітапхана аралық ақпараттық қызмет көрсету шеңберінде Қазақстан Республикасының түрлі ұйымдарымен және жоғары оқу орындарымен ынтымақтасады. Курсанттардың тұруы 3 жатақханада ұйымдастырылған. Бұл ретте 1 және 2 жыл оқитын курсанттар казармалық үлгідегі үй жағдайларда, ал 3 және 4 жыл оқитын курсанттар бөлме үлгісіндегі жатақханаларда тұрады. Сонымен қатар институттың тыныс тіршілігін қамтамасыз ету және тәрбие процесін ұйымдастыру үшін институт аумағында мәдени демалыс орталығы, асхана, монша, кір жуу кешені, сондай-ақ емхана бар. Жыл сайын әуе қорғанысы күштерінің әскери институтын 100-ден астам офицер шенін алып, оқуын сәтті аяқтайды. Қазақстан Республикасының қарулы күштері үшін офицерлік кадрларды даярлау басталған сәттен бастап, әуе қорғанысы күштерінің әскери институты 3000-ға жуық жоғары білікті мамандар шығаруды жүзеге асырды.